Мұрат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде оқитын Егіз Ерназ және Елназ Жолановтарды қазір қала жұртшылығы жақсы танып қалды. 19 жастағы студенттер дала өнерін кәсіпке айналдырып отыр. Ерназ бен Елназ Ырғыз ауданы Жаныспей ауылында туып өскен. Қазір екі жігіт аталған оқу орнының 4-ші курсында оқып жатыр. Егіз жігіттерді бірінен бірі ажырату қиын. Пысық жанып тұр. Жас болса да сөзі түзу, істеріне мығым екенін байқайсың. Екеуі де мемлекеттік грант негізінде оқиды. Отбасындағы 5 баланың 5-еуі де грант арқылы білім алыпты. Ата-анасы ұстаз. Жігіттердің үлгілі отбасында тәрбиеленгенін сөздерінен де байқауға болады. Бала кезінен еңбекқор болып өскен жігіттер қалаға оқуға келген соң да бош жүрмейді. Қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. Ән айтып, түрлі шаралардың сәнін келтірді. Осылайша сабақпен қоса қосымша табыс тапты. Ал осыдан 3-4 ай бұрын жігіттер рухани орталық ашыпты. Бұл жерге келушілер қыш құмыра жасайды. Instagram дейтін қазір жақсы бар, мектепшілер кез келген реклама болсын. Енді басында ойлап жүргенбіз, бірақ бұның ең бірінші осы Мейрамбек дейтін жан досымыз бар ғой, осы 3 бала болып 8 наурыз кезінде осындай өнер осы Ақтөбеге келсе, хотя өзіміз қыздарымызды, жарларымызды апаратын екен қуантыратын болмаса, сөйтіп ойлағанбыз. Сосын өзіміз іздедік, жоқ екен, көрдік, тапқан жоқ. Сосын 22 наурыз ауылға бардық, сөйтіп барсақ, дәл алдында шықты, болмайды, істеу керек дедім. Істейм деген адамға, шын ниеттенген адамға қашанда болмасын, бір нәрсенің болмаса бір есік ашық тұрады. Сөйтіп іздедік, спонсорлар іздедік, инвесторлар іздедік. Енді өзіміздің былай жиған терген ақшамыз жоқ, бір бұл кәсіпті бастау үшін де бір жақсы қаржы кетті, енді біраз қаржы кетті. Сөйтіп инвесторлар іздедік, жан-жақтан. Сөйтіп мен деген ағаларымыз болды, оларға айтты, олар енді көмектесе алмайды, олардың жағдайын түсінемін, ешкімге ренжуге болмайды қазір қоғамда. Сосын шын жанашыр отбасымыз, бауырларымыз, ата-анамыз көмектесті. Өзіміз сол жиған терген ақшамызбен, сосын өзіміздің жездеміз бар. Туған жездеміз болмаса да туғандай болып кеткен Игілік Азаматович дейтін, осы сияқты Identity дейтін стоматологияның директоры, сол кісіден көмек сұрады, сол кісі қаржылай бізге инвестор болды. Сол кісіге рахмет айтамыз, осылай бізге сеніп, көп ешкім сенбеді, шыны керек, мына 18 жасар балалар, 19 жасар балалар не істейді, не бітіреді деп. Көбісі ойлайды ғой шынымен. Бизнесті бастамас бұрын Алматы облысы Қапшағай қаласындағы кәсіпкер жігіттерден шикізатты сатып алуға келіседі. Осыдан кейін қаланың қақ ортасындағы бизнес кешенінен 2 бөлмені жалға алды. Бұл жерді ұлттық нақышта безендірді, қабырғаға текеме тілді, суретке түсетін арнайы орын дайындады. Қыш құмыра жасауға қажетті бұйымдарды сатып алды. Аз уақыт болмай-ақ келушілердің саны артты. Бұның пайдасы ең бірінші балаларға, көбіне біз жалпы балаларға деп не істеп жатырмыз ғой қазір. Балаларға деп ашқанбыз негізі, балаларға, жаңағы жас жеткіншектерге, жасөспірімдерге балалардың қолының моторикасын айтады. Олардың құрамында ешқандай, мана айтқандай, ешқандай барлығы табиғи, ешқандай несі жоқ қолға және адамның организміне таза өңделген. Орталық жастар, оның ішінде ғашықтар үшін өте қызықты. Олар бір жерге барып фастфуд жегеннен орталыққа келіп есте қаларлық романтикалық кеш өткізгенді тәуір көреді. Олар өз қолдарымен құмыра жасайды, видеоға суретке түседі, жасаған бұйымын өздерімен бірге алып кетеді. Бұл жерде құмыраның 12 түрін дайындауға болады. Әркім өзінің қалауы бойынша жасайды. Мына менің қолымдағы таза қыш құмыра өңделген, сұрыпталған, барынша безендірілген. Ал мына қолымдағы құмыра бұл таза құмыра болып пішіні келтірілгенмен, бірақ әлі өңделмеген, сырты боялмаған. Сосын бір айта кететін ерекшелігі, мына құмырамыз бұл бізде ысыға күйдірілген, пешке салынған, бұл таза керамика. Орталыққа жастар, балалар, отбасымен келетіндер көп. Тек ақтөбеліктер емес, өзге қаладан келген қонақтар да жиі бас сұғады екен. Жалпы сұраныс жоғары. Жігіттер 4 адамды жұмыспен қамтып отыр. Оларға айына 180-200 мың теңге көлемінде еңбекақы төлейді. Ал Ерназ бен Елназдың өзі сабақтан кейін Ақтөбе медициналық орталығында жұмыс істейді. Бізді өсіріп отырған ата-аналарымызға қашанда рахмет айтайық, алғыс білдірейік. Сол кісілер біздер ер жетсін деп, өссін деп, оқысын, тоқысын деп біз үшін барлық жағдай жасап отыр. Қатарластарымызға айтатынымыз, жастарға айтатынымыз жалпы, бостан-бос уақыттарыңызды өткізбеңіздер, TikTok, Instagram'ды көп отырмаңыздар. Жалпы өздеріңіздің жүректеріңіз қалайтын нәрсені, осы бастан ой қалған нәрселеріңізді осы бастан бастаңыздар. Ертең кеш болып кетеді. Кеш болғасын ертең уақыт өте, ол ертең орындалмайтынын білесіз да, сосын бір сәт күдеріңізді үзесіз. Сондықтан ойыңызға алған нәрсені қазірден бастаңыз.
Сіздерге беретін ақыл кеңесіміз осы. Жастардың жоспары көп, тағы бір жобаны қолға алып жатыр. Оның әзірге құпия екенін айтты. Бір-бірінен аумайтын егіз жігіттерді оқытушылары әлі күнге дейін ажырата алмайды екен. Кейде бірінің орнына бірі сабаққа баратын кездері болады. Ақтөбе медиа YouTube арнасы, Кәмшат Сексенбайқызы, Аян Аманғали.